Мен есімім Дастан, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы Томар ауылының тумасымын. Жалпы өмірлік жолым болса, бірінші, екінші сыныпта ауылда оқыдым. Одан үшінші, төртінші сыныпта осы Қарағандыдағы 92-ші гимназияда оқыдым. 5-ші, 11-ші сынып Астана қаласындағы республикалық жас ұлан мектебінде оқыдым. Ол кезде 7 жылдық болатын. Жоғары оқу орнында Мәскеуде Ресейдің құрлық әскері академиясында бітірдім. Еңбек жолында Ақтауда водолаз болып, су сүңгір қазақшасы қызмет жасадым. Одан кейін қазіргі таңда запастағы аға лейтенантпын. Кәсіп жасадық, сатумен айналыстық, әртүрлі көптеген салалар бойынша жұмыс істедік. Бұрын енді әскери қызмет болған, қазір ұлтқа қызмет деп жүрміз. Балалық шағымды негізін ауылда өткіздім. Нағашы атам мен әжемнің қолында. Сол кезде бір оқиға айта кеткім келіп тұр. Былай қарап отырсақ, атам мен әжем сол кезде 50-дің шамасында болған екен. Үйге ылғи қонақтар келетін, сол қонақтардың ішіндегі ең есімде қалғаны Қыдырбай ата. Маған негізі әжем тәтті жеуге рұқсат бермейтін. Қыдырбай ата келген кезде қасыма отыр деп отырғызып қойып, нанды алып, үстіне майды жағып, одан кейін қант сеуіп, варенье жағып беріп, маған же деп беретін. Сол кезде әжем үндемейтін еді. Сол тәтті дәм, сол мейірім, сол құрмет, үлкендердің арасындағы бір-біріне деген қарым-қатынас жалпы көз алдымда болды. Менің балалық шағым сол нандай тәтті, сондай қарым-қатынаста мейірімді өтті десем болады. Қазіргі таңда өлкетану бойынша, туризм, одан кейін ағартушылық бойынша кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, қазақ тілін дамыту. Бұрын кезде енді әскери қызмет болды, қазір ұлтқа қызмет деп жұмыс істеп жүрміз. Ұлт қазынасы жобасымен менторлыққа ұсынылдым. Енді қазір ауыл-ауылды аралап, мектеп-мектепті аралап, ұлт қазынасы жобасы аясында кітап қазына жобасын бастаған болатынбыз. Енді мен жетістік деп, қазіргі жағдайда жетістік деп өзім санамаймын. Себебі алда өзіміз қойған бір жоспарларымыз бар, мақсаттарымыз бар. Соларға қарай жүреміз. Яғни біздің жетістік ол жол күнделікті өзгеріс, біз үшін жетістік. Өмірге әсер еткен адамдар алатын болсақ, ең бірінші ол Өзбекәлі Жәнібек кітабын оқығаннан кейін үлкен әсер алдым. Және де өзіме сұрақ туындады. Мен енді өзім не істей алам деп. Осыған ұқсас бір оқиға бар. Осы Қарағанды қаласында ұлағат оқырман клубы бар. Жетекшісі Гүлдана ханым, сізге көп рахмет. Жастарды біріктіріп, кітап оқу мәдениетін қалыптастырып жүргеніңізге. Сол клубпен Бурабайға барған болатынбыз. Өзімен бірге студенттер отырды. Солармен Бурабайға жеткенше осы Өзбекәлі атамыз туралы әңгіме сұхбат құрған болатынбыз. Атамыз туралы айтып бердім, ерліктерін айтып бердім, жаңағындай жеткен жетістіктерін айтып бердім. Содан кейін енді сөз арасында айтқан болатынмын. Осы кітапты оқыңдар, оқып болғаннан кейін кездесейік, талдайық деп. Сөзімді жерге тастамапты. Марат деген жігіт бір айдан кейін хабарласып тұр. Аға, кітапты оқыдым, енді не істейміз деп. Мені бір сұрақ мазалап тұр деп. Сол қандай сұрақ десем, енді мен не істей алам деген сұрақ. Дәл сол сұрақ менде де пайда болған болатын. Маратқа айтты, Марат болды онда. Бір аптадан кейін кездесейік, отырайық, талқылайық, сол кезде сол сұрағыңа жауапты беремін деп. Енді мен не істей алам деген сұрақ болса, осы кітапты оқыңыздар, сол сұрақтың жауабы осы кітаптың ішінде. Қазіргі таңда Қарағанды облысы бойынша қалалардың, ауылдардың, кенттердің, мектептерінің арасында мектепішілік және мектеп аралық кітап қазына жобасы жүзеге асайын деп жатыр. Жобаның басты мақсаты кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, оқушы, ата-ана, мұғалім осы үштікті біріктіріп, жалпы ары қарай кітап оқуға баулу. Енді осы орайда біз әр мектептерге осы 7 кітапты сыйға тартып жүрміз, және де келесі оқу жылынан бастап кітап оқу сайысына қатысуға шақырып жүрміз. Шарттары қандай десек, біз барып сіздің мектебіңізде кітапты сыйға тартамыз, одан кейін оқушыларға кітапты береміз бір айға. Бір айдан кейін оқушылар оқиды, әр оқушы өзінің жасына байланысты, және де сынымына байланысты кітаптар бөлінеді. Бір айдан кейін келемізді тест, эссе және билеттер бойынша жауап аламыз. Сөйтіп, үздіктерді марапаттаймыз. Бірінші мектепішілік ұйымдастырып жатырмыз. Одан кейін аймақтық, аудандық, облыстық жасауға да өзімізде жоспар бар. Ал енді тағы да бір жоба, ол 6 ауыл бауырластығын құрайын деп жатырмыз. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы
Бүркітті, Бақты, Томар, Еңбек, Қарағаш, Сарыбала ауылдарымен алдында кездесіп, әр ауылдың мектебіне кітап сыйлап, келесі жылғы оқу жылына кітап оқу сайысын ұйымдастыратынымызды жоспарладық. Мектептер келісіп отыр, ауылдар келісіп отыр. Енді алда кітап қазына жобасын осы 6 ауылмен ары қарай жалғастырамыз деген ой бар. Өзіміз сайыс ұйымдастырып жүргеннен кейін кітап оқу мәдениетін қалыптастыру бағытында жұмыс істеп жүргендіктен ең басты қағида бұл жерде әділдік. Себебі сайыс болғандықтан оларға жүлде тігіледі, жүлде тігілгендіктен жарыс болады, бал қойылады, есеп болады, тағы да басқа дүниелер. Сондықтан өзімнің тарапымнан да және де командамыздың тарапынан да ең басты қағида біз әділдік. Шешімді әділ шығару керек, және де марапатты да берген кезде әділ беру керек деп ойлаймын. Осы орайда тағы да бір айтатын дүнием бар. Біздің әділдігімізде күмәніңіз болса, басымызды шауып алыңыздар.